Кітап сатып аларда оның қайдан шыққанына мән бересіз бе? Ал діни кітап таңдауда қателесудің салдары әлде қайда ауыр болуы мүмкін. Бүгінде діни ақпарат өте көп, бірақ әр кітаптағы мәлімет дұрыс бола бермейді. Сондықтан діни әдебиеттерді таңдауда сақ болған жөн. Әсіресе діни мазмұндағы кітаптарды арнайы рұқсат етілген дүкендерден алған дұрыс. Өйткені кейбір әдебиеттерде қоғамның дәстүрлі құндылықтарына қайшы келетін немесе деструктивті діни көзқарастарға насихаттауы мүмкін. Сондай-ақ діни әдебиеттерді таратуға қатысты заң талаптары бар екенін ұмытпау қажет. Бұл мәселе бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 490 бабында қарастырылған. Әрбір әрекеттің заң алдында жауапкершілігі болады. Сондықтан діни мәселеде асығыстыққа жол бермей, ақпаратты сенімді дерек көздерден алып, саналы таңдау жасаған жөн. Бұл өз қауіпсіздігімізді сақтаудың, қоғамдағы татулық пен тұрақтылықты нығайтудың маңызды жолы.